Қайырлы күн 11 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Мұстафа Кемал Ататүрік түрік мемлекетінің негізін қалаушы деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Түркияның ұлт-азаттық қозғалысындағы Мұстафа Кемалдың орнын анықтаймыз, оның реформалық қызметіне баға береміз, кемализм принциптерінің мәнін ашамыз. 1881 жылы Грекияның Салоники қаласында кедей қызметкердің отбасында Мұстафа Әли Риза оғлы деген сәби дүниеге келді. 1893 жылы Мұстафа медреседен алған бастауыш білімі мен әскери мектепке оқуға түседі. Осы жерде оған математика пәнінің мұғалімі Кемал, яғни кемелденген деген есім берді. Мұстафа Кемал естелігінде, егер балалық шағымда тапқан 2 тиынның бірін кітапқа жұмсамағанда, бүгінгідей жетістікке жете алмаған болар едім деп еске алады. 1902-1905 жылдары Мұстафа Кемал Стамбулдағы бас штабтың Оттоман академиясында білім алып, қосымша француз ағартушылары Вольтер, Руссоның еңбектерін қызыға оқыды. Бірлік және прогресс партиясының қатарына қабылданды. 1905 жылы Мұстафа Кемалға сұлтанға қарсы шықты деген айып тағылып, Сирияның Дамаск қаласына жер аударылды. Ол айдауда жүріп, Отан атты партияны құрды. 1914-1918 жылдардағы Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Мұстафа Кемал әскер қатарына шақырылып, Дарданелл бұғазын ағылшын-француз десанттарынан қорғауда ерлік көрсетті. Осы үшін оған Осман империясының ең жоғары әскери және азаматтық атағы паша мәртебесі берілді. Үштік одақ құрамында болған үшін Антанта одағы елдері жеңілген Осман империясын бөлшектеп тастау жоспарын жасады. 1919 жылы Мұстафа Кемал құқық қорғау ұйымын құрып, шетел басқыншылар мен сұлтандық билікке қарсы соғысты ұйымдастырды. 1920 жылы Түркияның жаңа астанасы болып жарияланған Анкара қаласында Түркия ұлы ұлттық мәжілісінің отырысында Мұстафа Кемал парламент төрағасы және үкімет басшысы болып сайланды. Өмір бұл күрес. Бізде 2 таңдау ғана бар: жеңу немесе жеңілу. Ол 1920 жылы елді бөлшектеу туралы Антанта мемлекеттері мен Түркияның сұлтандық билігі қол қойған Север бейбіт келісімін заңсыз деп жариялады. 1922 жылы түрік әскерлері Антанта күштеріне соққы беріп, оларды Анадолы аумағын тастап шығуға мәжбүр етті. Құқықтық, мәдени, әлеуметтік реформалар. Мұстафа Кемал Түркия еуропалық жолды таңдап, заманауи, өркендеген держава болуы керек деген шешім қабылдады. Біз жүзеге асыратын реформаның мақсаты Түрік Республикасы халқын формасы мен мазмұны жағынан заманға сай келетін жаңа қоғамға айналдыру. Менің халқым демократияның принциптерімен танысып, шындық үстемдігін және ғылымды игеруі қажет. Ескіге сенушілік жойылуы тиіс деп атап өтті. 1922 жылы 1 қарашада парламент сұлтандықты жою туралы заңды қабылдады. 1923 жылы Халықтық республикалық партия құрылып, төрағалығына Мұстафа Кемал сайланды. 1923 жылы 29 қазанда Түркия республика болып жарияланып, Мұстафа Кемал оның тұңғыш президенті болып сайланды. Ол бұл лауазымға 1927, 1931, 1935 жылдары қайтадан сайланды. 1924 жылғы 20 сәуірде қабылданған Конституция бойынша барлық азаматтар түрік деп жарияланды. Мұстафа Кемал әйелдер эмансипациясын қолдады. 1934 жылы Түркияда ерлер мен әйелдердің толық теңдігі орнады. Әйелдер дауыс беруге және жергілікті билік органдары мен парламентте сайлануға құқық алды. 1920-1928 жылдары университет бітіріп, диплом алған әйелдер қатары 10%-ға өсті. Әйелдерде кемеде, трамвайда, теміржол вагондарында ерлермен қатар жүруге рұқсат берілді. Сауатсыздықты жою қолға алынды. 1928 жылы мектепке шамамен 1,8 миллион оқушы барды. 3 жыл ішінде 1,5 миллион ересек адам сауатсыздықты жою курсынан өтті. Ескіліктен қол үзу үшін латын әліпбиі енгізілді.
уақыт санаудың еуропалық нұсқасы енгізілді. Демалыс күндер болып сенбі, жексенбі бекітілді. Еуропалық бас киімдер мен киімдерді киюді міндеттейтін заң шықты. Мұстафа Кемал: достар, өркениетті халықаралық киімдер біздің халқымыз үшін маңызды әрі қонымды. Біз бәтеңке, етік, шалбар, көйлек және пиджак киіп, галстук тағамыз. Әрине, бас киім де бар. Бұл шляпа деп аталады, деп мәлімдеді. Экономикалық реформалар. Түркия тәуелсіздігін алғанда экономикалық жағынан әлсіз дамыған аграрлы жартылай отарлық сипаттағы мемлекет еді. Мемлекеттегі 14 миллион халықтың 77% ауылдық жерде өмір сүрді. Халықтың 82% ауыл шаруашылығымен, 6% өндіріспен, 5% сауда-саттықпен, 7% қызмет көрсетумен айналысты. Ауыл шаруашылығының ұлттық табыстағы үлесі 67%, өндірістегі үлесі 10%-ды қамтыды. Банк ісі мен сақтандыру компанияларында, муниципалдық кәсіпорындарда, тау кеңістеріндегі компанияларда, темір жол желілерінде шетелдік капиталдар үстемдік етті. Орталық банктың қызметін Оттоман банкі атқарғанымен, ол ағылшындар мен француздардың қолында болды. Толық тәуелсіздік экономика тәуелсіз болғанда ғана жүзеге асады деп мәлімдеген Мұстафа Кемал, мемлекеттегі индустрияландыруды жеделдетуді қолға алды. Мемлекет бойынша кен балқыту, кен құю өндірістері мен керамикалық және химиялық зауыттар салу қолға алынды. Қағаз дайындау ісі жолға қойылды. 1927 жылы өндірісті қолдау туралы заң қабылданып, кәсіпорын салғысы келген адамға 10 гектар жер телімін қайтарымсыз түрде алу ұсынылды. Кәсіпкерлер ғимарат, жер телімі, табыс салығынан босатылды. Кәсіпорын салу үшін шетелден құрылыс материалын тасыған кәсіпкер кедендік салықтан босатылды. Жаңадан құрылған кәсіпорындар алғаш рет тауар өндіргенде, оларға өздері шығарған тауардың 10%-ын мемлекет сыйақы ретінде төледі. Мемлекет шетелдіктерге тиесілі барлық өндіріс орындарын және темір жолдарды сатып алды. Шетелдік монополист Режей темекі компаниясын мемлекет қарамағына өткізді. 1924 жылы Мұстафа Кемалдың қолдауымен іскерлік банк құрылды. 1930 жылы үкімет Түркияның орталық банкін құрды. Соның нәтижесінде шетелдік капитал мемлекеттің қаржы саласында маңызды роль атқаруды тоқтатты. 1929-1933 жылдардағы әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде Түркия үкіметі өндірістік және инфрақұрылымдық құрылыстарды қазынадан қаржыландырды және мемлекеттің бақылауына алды. 1930 жылдардың ортасында кемалистік реформа өз нәтижесін берді. Мемлекеттің саяси және экономикалық жағдайы нығайды. Түркияның көршілес мемлекеттер арасында беделі артты. Кемализм принциптері. Кемализм принциптері бойынша жарияланғандар: республикашылдық, яғни басқарудың республикалық формасына адалдық; ұлтшылдық, яғни түрік ұлтын асқақтату; этатизм, лаицизм, яғни дінді мемлекеттік істерден және халық ағарту саласынан бөлу; халықшылдық, яғни түрк халқының бірлігі; Түркияда таптық бөлініс пен тап тартысының болуын жоққа шығару; төңкерісшілдік, яғни кемализм идеясы мен реформаларына, азаттық үшін күрес принциптеріне адал болу. 1934 жылы Түркия ұлы ұлттық мәжілісінің шешімімен Мұстафа Кемал Ататүрік тегін иеленді. Бұл түріктердің әкесі деген мағынаны білдіреді. Ататүріктің реформасы 10 жылдан астам уақытты қамтыды және қоғамның дәстүрлі құрылымы мен мәдениетін түбегейлі өзгеріске ұшыратты. Ол Осман империясының тарихына соңғы нүкте қойған және Түркия атты жаңа мемлекетті қалыптастырған тұлға ретінде 20 ғасырдың аса көрнекті реформатор саясаткеріне айналды. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Тапсырма. Төмендегі кестені толтырыңыздар.
Үйге тапсырма. Мұстафа Кемал Ататүрік реформаларына IDEA әдісі бойынша талдау жасаңыздар.